чатыңызға қосып, анда-санда презентация өткізуге болады. Өйткені спонсорлар обычно кішкентай ақша болса да бар, уже результат бар, иә? 20-30 мың теңге болса да, ол результат. Менің бірінші айлығым 2,5 мың теңге болған, екіншісі 7,5 мың теңге болды, үшіншісі 82 мың теңге алған кезде мен жүрегім жарылып кетеді. Жүрегім жарылып кетеді. А бүгін миллион деген 100 мың теңгесі. Аппетит приходит во время еды. И я вам всем желаю этого, чтобы сендер бәрі осы қазіргі айтылатын, әлі де айтылатын нәрселерді обязательно, пожалуйста, естеріңізде сақтап, спонсорларымызбен жақсы қарым-қатынаста болып, ойламай спонсордың білмейтін түсуге, даже новичоктан біз кейде новичок сөйлеген кезде даже содан бір нәрсе аламыз. Сол үшін любой спонсорды сыйлап, оған жаңа промоушен жасап, воспользуйтесь и работайте. И обязательно спрос с кого? С самого себя, да? Карабозить болмаймыз, иә? Карабозить болмаймыз. Бойыз боламыз. Алдында келе жатқан. И лидер это кто? Человек, который что? Подчиняется, умеет подчинять себя. Умеет подчинять себя везде определенным правилам. Лидер это такой человек. И сендердің барлығын сондай сөйлерді келесіңіз. Келесі жолы әрқайсыңыз сахнаға шығарып, бөл беріп, аттарыңызды айтып, шекті былай көтеріп, сіз үшін біз анау жақта, аяқ жақта тұрып жылап тұрайық. Самира, сіз ең алдыда отырсыз. Жақында. Қыздар, мотивацияны кімнен аламыз? Өзімізден. Спонсордан аламыз. Екіншіден кімнен аламыз мотивация? Өзімізден, балаларымыздан. Мотивация балаларымыздан алу керексіздер. Балаларымызды көздерін алдарыңызға елестетіп, мен балама қандай будущее бере аламын? Осы компания маған не береді деп мотивация алу керекпіз. Балаларды алдыға қойып. Қандай будущее бізге? Ертең хотите, чтобы ребенок учился? На курсы хотите водить балаларыңызды? Хотите, правильно? Чтобы ребенок развивался, чтобы ребенок там в бассейн купался, хорошо одевался, хорошо питался, витамины, все хотим, правильно? Все. Я хочу, например. Все молчат. Мен 3 балам бар. Я в эту компанию пришла, что в первую очередь тоже, честно скажу, сетевой вообще терпеть не могла. Вот, честно. Все предлагали в Инстаграме, всем писала. Терпеть не могу, и вообще всех игнорировала. И бац, что-то 2018 жыл жаздай имя крутилось, вот мысль. Почему бы нет? Почему бы не попробовать? Все елдер что-то жасап жатыр, ақша алып жатыр. Мен бір жерім кем ба, вроде сол сияқты 12 мүшем сау, қайерім кем деп начала вот это Инстаграм весь искать, где выгодно работать, где вырасти, да, то есть қандай компания начала звонить. Анаған звондаймын, ЛР, Фейберлик вообще терпеть не могу, что-то Фейберлик мама вообще унамады. Вообще косметика, шампунь, даже теңгесін унамады. Сразу сказала, нет, Oriflame, сразу бац, былай ойладым, бац, что-то BSC реклама. Қыздар реклама, и бац, кенже структурасына қызға попала. И что-то начала звонить, писать. И там сразу условия қыздар, структурасында. 18 мыңға сразу заказ салыңыз. Вот бірінші күні сразу заказ салыңыз, сізді группаға қосамыз. Вот так оно мне 3 недели. Вот 18 мыңға салыңыз, соң кейін сізді группаға қосамыз. Я говорю, мен салам. Бірақ сіз маған көмектесе аласыз ба? Бір-екі адам астыма мотивация болды, жазып бере аласыз ба? Жоқ, жазбаймыз. С какой стати біз сізге жазамыз? Вот так. Я говорю, тогда до свидания. Все, до свидания. И вот здесь Сандуғаш Садық был. Постоянно көз алдыма реклама. Думаю, дай-ка я попробую здесь.
Вот Сандуғаш Садықованың өзіне шықтым, біледі, помнит. Сандуғаш Садықова начала писать ей. И вот так начала работать. Первое время. За 2 дня, девушки, я информацию выучила. За 2 дня. Ютубқа қарадым, қазір келіватқан командамызға. Міне, ұйықтап жатырдар. Көбісі қыздар ұйықтайсыздар. Спонсорға сенесіздер. Спонсор не береді? Ну-ка, айтыңыздаршы. Спонсор не береді? Направление. Спонсор информационно ғана көмек береді. Спонсор сізге ничего не должен. Каждый человек приходит здесь за себя. Вы зарабатываете для себя. Сіз спонсорға ақшаңыз бөліп бересіз ба? Жоқ, бөліп бермейсіз. Команда қыздарға бөліп бересіздер ма? Бірақ командная работа здесь, бәріміз бірге, спонсор помогает. Бірақ қыздар өздеріңіз бізде көресіз. Әрекет жасау көреміз. Әрекет, күніге әрекет. То есть каждый день должны быть. Один день останавливаетесь, бизнес останавливается. Вы должны что делать? Что делать? Копировать. То есть, что делает спонсор, вы должны за ним что делать? Повторять. Без копирования бизнес невозможен. Да, запомните. Что делает спонсор? Вы прям, вот спонсор должны каждый день что делать? Дубликация. Да? Информация. Я вот делала, у меня спонсор кетіп Шугадин Ксрован, директор болып, дайын директорға ашып бердім. Соның өзінде, сол қызымен күніге мен жеттім. Мынау қалай, анау қалай. А я уже достала, но трубку не брала на нее. Я говорю, ничего себе, как на меня трубку? Я же ее... Пришла первый же день, қыздар, я 10-го зарегистрировалась, октября. Я за 20 дней 10 человек подписала. 10 человек подписал, сразу на 12% поднял. Причем Салтанатта вообще сетевой опыт. Вообще сетевой ноль. Вообще нигде сетевой не было. И вот у меня азарт появился, когда, то есть адамның атасы өзіне байланысты екен. Он адамды таныстарынан жазым, теплый круг подруг подписала, своих знакомых девчонок. Да. Теплый круг подписала первое время. Из них только сейчас 2 остались. 8 человек ушли. Мен атын Салтанат подписала. Қазіргі таңда вице-директор статусы. 2 айда істеп келе жатырмын. 4 айда ашып отырмын. Сіз Алматыдасыз? Я Алматыдамын. Сандуғаш Садықованың 9 веткасында вице-директор статусын 4 айда ашып отырмын. Спонсор кетіп қалған. Спонсорым кетіп қалған. Өзім қазір команда. Я сама все әрекет жасап, қазір команданы күніге сабақ беріп, күніге оятып, өзіміз әрекет жасап сабағымыз. Сол үшін қыздар сіздерге совет, единственный совет қыздар. Мақсат қойыңыздар. Копирование. То есть все, что делает спонсор, надо копировать. Без копирования бизнес невозможен. Ал енді келесі сөз кезегі открытый статус бриллиантового директора Азем. Құрметті команда, құрметті бизнес-партнерлар, барлықтарыңызға алғысым шексіз. Шын мәнінде Алматы ол өте үлкен қала. Алматыда жалпы ең кереметтіктер біз өте көппіз, бірақ кешкі уақытқа байланысты біреу баласын сылтауратты, біреу жұмысынан жете алмады деді. Бүгін міне келіп отырған адамдар келді, бәріміз өзіміз үшін ең әуелі қол шапалақтап демек бізге бір нәрсе керек, үйренгіміз келеді, білгіміз келеді, алғымыз келеді. Сондықтан да біз осы жердеміз. Енді сіздерге айтарым, мен осы жаңа кездесуге келген кезде айтам, адамның миында сіздерде қазір неше түрлі нәрсе қайнап жатыр. Сіздер денелеріңізбен осы жерде отырғаныңызбен, ойларыңызбен барлықтарыңыз басқа жақта отырасыздар. 70% мен әйел адам
міндетті түрде айтамын, кешкі сағат 7-те міндетті түрде біздің ойымыз қазір үйдегі бала шағада, үйдегі жаңағы жолдасымызда, кухняда әсіресе не болып жатыр, қазір звондап қалар ма екен, үйге қайтып не болсын деп екен деген сияқты бір оймен отырмыз, иә. Ондай оймен отырмаңыздар. Өйткені қайнап тұрған миға мына жердегі информация бармайды. Сіздер ештеңе алмай қаласыздар, түк түсінбей қаласыздар. Bir эмоция бар, бір нәрселер есте қалады, бірақ на самом деле не айтылды, не істеу керек, ол дұрыс ойда қалмайды. Сондықтан барлығымыз жаңағы 100% осы жерде болайық, бір нәрсе алуға тырысайық, иә. Мен үнемі айтам, адам алғаш бизнесқа келген кезде адам білуі керек екі нәрсені: кім екенін өзінің және бұл жерге не үшін келгендігін. Сіз егер осы екі сұраққа жауап бере алмасаңыз, сіз бизнес жасай алмайсыз. Сіз кімсіз? Не үшін келдіңіз? 9%. Сіз кімсіз? Байқасаңыз оп-оңай жауап, оп-оңай сұрақ. Мен Өмірбай Арсен, осы жерге мен осы үшін келдім. Сізді көрген соң волнуется, ана говорит, біздің Арсен ба деді ғой жаңа. Мына менің байқағаным, енді менде шыны керек, жалпы сетевой бизнесте, бұл менің биаси, мен бірінші рет келіп, жаңағы Салтанат ханым айтқандай, ешбір жерде болмай алғаш келген бизнесім емес, бұрын соңғы менде опыт болды. Менің байқағаным бір нәрсе. Осы жерде сахнада алдарыңызда тұрып шығатын кез келген компанияның топ лидері, ол қарапайым адам. Кезінде сіз сияқты екі көзі бұрқырайып, екі көзі оттай жанып, бұл жерде не бар, не істеуге болады, қайтып мына жерге жаңағыдай үлкен статусқа шығып, үлкен айлықтарға жетіп, өзінің өмірін өзгертуге болады деген адамдар. Просто жаңа айтады ғой, алдына мақсат қойды, кім екенін анық біледі, не үшін екенін анық біледі, және де қандай әрекет жасауымыз керек, соны біледі, алдына мақсат қойып, мақсатына адал болған адам, міне ол топ лидер. Енді мен жаңағы айттым, басқа компанияларда болдым деп, Арифлейм компаниясында да болдым, Фаберлик компаниясында да болдым. Көпшілік адам, мысалы қазір сіздер информация бергенде, или таныстарыңыз болсын айтып жатады, мен Фаберликте болғам, түк жасай алмай келдім, шыға алмадым, өсе алмадым, или Арифлеймде болғам, құладық, бәріміз бір құладық деген сияқты сөздер естіп келесіздер, Енді мен шыны керек, өте жақсы болды. Ол жерде де жақсы табысқа жеттім. Екі компанияда директор болдым, бірақ өзінің белгілі бір себептерімен, енді шын мәнінде өте үлкен себептер болды ол жерден кетуіме. Сондықтан шын қазір опыттың болған өте жақсы. Маған былай айтқанда есть сравнивать с чем. Басқа компаниялармен салыстырмалы түрде қазір біреулер мысалы өкініп жатады, құдай-ай, 2 жыл жүрген өмірім-ай бекер өткен жаңағы Фаберликте, соны сол жақта өткізген осы жерде келгенімде деп жатыр, ештеңеге өкінбеңіздер. Мен қатты қуанамын. 10 жылдан артық сетевойда жүрмін. Мына жерге келіп мен барлығын оңай жасадым. Қазір маған кез келген адам қандай сұрақ қояды, мен өте грамотно жақсы жауап бере аламын. Өйткені мен ол бизнестің де қайнап жатқан қазанында болған адаммын. Мына жерде шыны керек салыстырмалы түрде өте оңай дейміз. Бірақ та оп-оңай әшейін келе салдыңыз, басыңыздан артық түседі деп олай да айтпаймыз. Еңбек ету керек міндетті түрде. Жаңағы қазіргі таңда өте көп компаниялар бар. Неше түрлі компаниялар күніге шығып жатыр, мынандай бар екен ғой, оказывается, мынандай бар екен ғой деп жатамыз, бірақ та өкінішке орай ол жаңағы ұзаққа баратын, сізге тұрақтылы түрде үлкен табыс әкелетін, өміріңізді өзгерте алатындай бір сенімді бизнес емес. Шыны керек, қаржылық пирамида деп жатамыз, өкінішке орай жаңағы ел туысын жасамайды компания бар деп көпшілік адамдар кетіп қалып жатады, бірақ мен сіздерге бір қызық нәрсе айтайын. Осы менің жалпы 6 айлық жұмысымның ішінде соңғы айлары маған бұрынғы келіп кезінде кетіп қалған адамдар қазір көптеп келіп жатыр. Бүгіннің өзінде бір адам қайтып келді. Мен ол кісіні таныттым, бірақ білмегендей жаңадан информация бердім. Мен сізді танимын, сен сөйтіп келгенсің, не бар әңгімені бұрқырады. Атыңыз кім дедім, атын кәдімгідей айтып тұр. Мен өзім өз қолыммен ол адамды тіркегем. Сосын кейін жақсылап информация бердім. Содан кейін маған ең әуелі тыңдап болып жақсы мен келістім деп жатыр да, бірақ шыдай алмай маған айтып жатыр. Сіз мені басында тіркеген едіңіз. Мен айттым, Ералинова Арайловсын, мен таныттым сізді. Өте қуаныштымын қайтып келгеніңізге, еш өкінбеңіз.
демек осылай болды. Демек мүмкін қазір сіз тура момент, иә, человек может быть только созрел, енді дайын, может ана жақта бір жерлерге барып келген шығар, мен шаруам қанша қайда барып келген, салыстырып келген шығар, иә. Бірақ қашанда мен қайтадан қарсы алам, егер де адам жасаймын десе, неге көмектеспесін? Солай, сондықтан енді не істеуіміз керек, қалай өсеміз, мына елдің бәрі не жеп өседі деген бір сұрақ бар, иә. Шын мәнінде ешқандай бір қиын ештеңе жоқ. Мен үнемі айтамын, бизнестің ең әуелі басты этапында мына 3% енді олар өзімізге байланысты 6, 9, 12, 15 дейміз, мына фундаментті жасау барысында кішкене қиналамыз. Еңбек етеміз, бірдеңе айтуыңыз керек. Әркімнің өзінің бизнесі ғой. Мен мысалға сіз келдіңіз, сіздің астыңызға фундамент салып бәрін өзім жасап бере алмаймын. Менде де адам өте көп, команда өте көп, иә. Бірақ шамамыз келгенше көмектесеміз, өйткені жаңағы есть протоптанная дорога, по ней просто надо пройтись деп үйретеміз, көрсетеміз. Обучающий чаттар бар, барлық платформа дайын, егер адам өзі дайын болса. Енді адам шешім қабылдап келіп, жаңа платформаны жасау барысында кішкене сабыр керек, кішкене шыдамдылық керек, кішкене төзімділік керек. Отказдар болады міндетті түрде, бірақ сіз қайтпас жаңа қайсарлықпен кішкене жетуіңіз керек. Иә, ол жерге жаңа мен самолетті үнемі мысалға келтірем. Алғаш ұшу барысында, бүкіл энергияны ұшу барысында көтерілгенше жібереді екен самолет. Ал қалықтап уже келіп өзінің жаңағы высотасын набирать етіп болған кезде, ол кезде оңай. Тура сол сияқты бұл бизнес. Тура жаңағы 2 крыла самолета. Рекрутирование и ЛТО жасайды. Өзіңіздің жаңағы керек затыңызды ала отырып, лайыққанда дүкеніңізді ауыстыра отырып, тура өзіңіз сияқты бас жуатын, тіс жуатын, ыдыс жуатын, кір жуатын адамдардың қатары көбейту арқылы не жұмыс жасайды екенбіз. Сондықтан да шыдаңыздар, кішкене оқымай ешқай жерде жұмыс жоқ. Барлық жерде қарапайым даже үкіметке жұмыс жасағанда мұғалімдер де шаршайды, дәрігерлер де шаршайды. Біреудің айқайымен шыны керек сондай бір келеңсіз жағдайлар өте көп болады. Мен енді 40 жыл үкіметке жұмыс жасап тастадым, бәрін көрдім деп айтпай ақ қояйын, бірақ аз ғана жұмыс жасау барысында мен осының бәрін жаңағы өзім көрдім. Айқайды да естідім, объяснениеде жаздық, ауруға да болмайды, сен ауыра берсең, бір-екі ауырғаннан сенен ауруға адам жоқ болады. Жаңа жек көрінішті болып сондай, иә. Сондықтан бұл да сол сияқты жұмыс, сіз солай жұмыс істеп қабылдаңыз. Бірақ жан тәніңізбен жақсы көріп жасаңыз. Жақсы көріп беріліп жасаңыз керек, шыны керек. Ұнатпаған нәрсені сіз ол істің шыңына ешқашан жете алмайсыздар. Жаңағы әйел адам қарапайым тамақ пісіргенде де, болмаса жаңағы бір генеральный уборка жасау кезінде әдемі бір музыканы қосып қойып, сондай бір студия дейді ғой, солай жасасаңыз, сіз ана үйдің бәрін қалай бітіріп тастағаныңызды байқамайсыз, иә? Ал егер де жаңағы тамаққа бәрін турайсыз, керемет дәмдеуіштің бәрін қосасыз, бірақ ешқандай көңіл күй жоқ, бұрқылдап жүріп жасасаңыз, айтады ғой, души не хватает деп, иә, тамақта. Тура сол сияқты. Бизнесті әдемі жақсы көріп жасасаңыз, ол сізге тура сондай отдача береді, міндетті түрде. Мен алдыңғы жаңағы Шымкентте болдық үлкен форумда, Аллаға шүкір, одан келе жатып Тараз қаласында болдық, онда да үлкен командам келді. Жалпы өзі үнемі осындай армандайтынмын. Жаңағы ең алғаш сетевойға келген күндерден бастап, мен өзім жаңағы тыңдағанды жақсы көремін. Өте алдыма мақсат қойдым ба, сол мақсатыммен түбіне жетпейінше қоймайтын адам, негізі бала көзімнен өзім сондаймын. Сонда мына жерге шығады, адамдардың айтқаны, сөйлегені, өздері жаңағы ешқандай қымыс нетпей бір оңай қысылмай ұстағаны маған қатты ұнайтын. Сол кезде мен үнемі армандайтын. Мен бұдан да арырақ рядтарда да отырған кездерім болды, иә, үлкен залдарда да. Сонда үнемі армандайтын, көз алдыма елестететінмін. Мен міндетті түрде осы жерде тұрамын. Менің орным осы жерде. И мен міндетті түрде үлкен залдарды жинаймын. Менің мықты команда болып. Қашан да сол бір немен келдім, Арифлеймде жүргенде де, Победикте жүргенде де. Но енді әрбір компанияның өзінің, енді ешбір компанияны жаман демейміз, әрбір компанияда өсу мүмкіндігі бар. Арифлеймде де мықты лидерлер өсу барысында, Победикте де тоже Қазақстан бойынша небір керемет жұмыс жасайды. Бірақ адам енді өзінің жаны жақсы қалайтын нәрсені іздейді ғой. Мен ойлап қарасам, я, значит, была всегда в поисках чего-то лучшего.
мен ең алғаш сатушылармен сөйлескен кезде келісіп жаңағы регистрация жасап болғанда мен айтқан бір ауыз сөзім, мен бұл жерге директор болу үшін келген жоқпын. Менің мақсатым директорларды өсіру. Мен біреулерге көмектескім келеді. Өйткені білемін, сетевойдың жалпы жаңағы суть бизнеса дейміз, помогая кому-то, мы помогаем себе. Растет кто-то, мы сами растем. Өте керемет бизнес. Сондықтан мен айттым, басқа компанияларда жүрдім, мен жасадым, менде барлығы болды, бірақ мен адам өсіре алмадым. Енді өйткені өзінің ішкі бір кішкене бір нюанстары бар, Фаберликтің өзінің нюанстары бар, енді оны мен жақсы білемін өте. Арифлеймде де солай, сондықтан маған осы жер өте қолайлы болды. Жаңа Тараз бен Шымкентті айтып жатыр. Шыны керек жолдан кеше ғана келдік, таңертең кішкене шаршайсыз. Мен өзім 5 балам бар. Сол балапандармен Аллаға шүкір. Біреу сол 5 баланы, енді мен мысалға, мен үнемі айтамын, сол 5 баланы сылтауратып, үйімде жатсам да қандай жарасады маған дейді. Ата-анам да сөйлемейді, ата-енем де сөйлемейді, сөйлеуге. Шыны керек, мен енді үлгере алмай жатырмын, 5 баланы үйіп жатырмын, бүйтіп жатырмын, біреу сабақтан келем апарамын десем, қандай үлкен оправдание, Кейбір адамдар болады. Сылтауды, енді айтады, человек, который не хочет, он найдет 1000 причин, а который хочет, он будет искать этих 1000 возможностей. Мен үнемі сол мүмкіндікті іздеймін. Ал бір баланың өзін жаңағы сылтаурататын адам болады, О, мен анау баламен жаңағыдай менің қолымнан келмейді, мен баламның жағдайын жасауым керек деген сияқты сылтауратып жасамайтын адамдар болады. Әрқашанда адамның өзіне байланысты. Жаңағы Тараздан келіп, шаршап жатсам, бүгін мамамыз бар деп таңертең. Сосын енді ана деген қашан алаңдайды ғой енді. Барып келген, жолы да, бала-шағамен бәрін біліп отыр. Менен жақсы біліп отыр жағдайды бар. Сонда маған айтады, телефонды көтерсем, қызым, осы елдер айтып жатыр ғой, енді дейді, сенің қызың тоқтамайды, анау областной центрлардың бәрінде жүреді деп айтып. Енді өзі сияқты мамамның подругаларына айтқан болу керек, өйткені областной центрде қазір ешкім сөйлемейді ғой. Жай адам сөйлесе айтамыз, ана қалада, мына қалада, мына қалада жүреді деп. Сонда енді өзінің кім сұрап кетті, мен әңгіме көбейткен жоқ, күлдім. Өзім үшін жүремін деді енді мамама. Жақсы ғой, қандай жақсы өсем деген адам жүреді, қанша команда бар, қандай жақсы жұмыс. Сөйтсем ана уайымдап жатыр, енді айтып жатыр, мына қызың сені тоқтамайды, областной центрлардың бәрінде жүреді. Аллаға шүкір, өстіп жүрген өте жақсы. Жаңағы неге сіздерде, может біреу айтады, неге менде болмай жатыр, біреу жасай алмайын дейді. Мен үнемі айтамын, негізі мына поза называется закрытая поза. Оны ашыңыз. Мен оны ойлап тапқан жоқпын, ол өзі дәлелденген поза. Өйткені адам алуға тырысу керек, Біздің негізі мен айтатыным, адамдар көбінде сұрақты дұрыс қоймайды. Сұрақты біз дұрыс қойып үйренуіміз керек. Осы жерде тіркелмеген адамдар бар ма? Бүгін келіп отырған ең алғаш әлі регистрация жоқ. Кім қолды көрші? Бір шама бар екенбіз, Есіміңіз? Альбина. Кім алып келді Альбина? Мен через Инстаграм, менің әшерінем спонсорым Сымбат Қызылордадікі. Мен таптым да, мен бірақ өзім сразу тіркелдім. Мен 30 мартта Жоқ, сіз тіркелгенсіз ғой? Иә. Дұрыс, тіркелгенсіз. Регистрация жоқ. Тіркелмен, есіміңіз кім? Атыраудан келдім. Апай, есіміңіз кім болады? Есім Рая. Рая, өте қуаныштымын. Отыра беріңіз. Мен онда айтайын дегенім, адам келеді, мысалға, қазір біреу айтуы мүмкін, мен мына кісінің көңілі үшін келдім деп, ешкімнің көңілі үшін келген жоқ бұл жерге. Тем более сонау Атыраудан Рая апай ол міндетті түрде бір нәрсені өзгертуге келді. Бұл кісіден міндетті түрде қандай да бір сұрақ туындады. Мен өмірімді өзгертсем, болмаса, мен ойлаймын, сіз сетте де болған сияқтысыз, Рая апай. Бұрын сетте болған сияқтысыз. Прямо түріңіздің бәрі келіп тұр енді бір керемет сетевойда үлкен жетістікке жеткен адамға да еттік. Осы жерде рөлге кіріп кетсеңіз, мен ойлаймын, мықты жаңа дәрежеге жетесіз. Жалпы адам, жаңа ойлайды бір кездейсоқ жағдайлар болады деп, кездейсоқ жағдай болмайды. Адамның осы жерде отыруының, осы жерге келуінің өзіндік бір себебі бар. Ол себеп сізден бір қандай да бір сұраныс бар.
бір күн бұрын ба, бір ай бұрын ба, сіз өміріңізді өзгерткіңіз келді, жақсы жаққа, бір неңеден жалықтыңыз, бір нәрседен шаршадыңыз, біреу кредитін жабуға келеді, біреу болмаса жаңа инстаграмда көріп, анауды алып жатыр, мынауды алып жатыр, мыналар алып жатыр, мен неге алмасқа деп келеді, біреу балапандардың жағдайын жасаймын дейді, біреу әкесі мен шешесінің жағдайын жасаймын дейді. Сондықтан Алла тағала бізге сана берген. Жануардан айырмашылығымыз бізде сана бар. Ақ пен қараны жақсы мүмкіндік. Сондықтан сол санамыз арқылы бүгінгі кездесу бізге не берді? Осы жерде мен қандай мүмкіндік ала аламын деп сұрақты дұрыс қойып, сол сұрақтың жауабын міндетті түрде сіздер дұрыс таба аласыздар. Әуелі бәр нәрсе осындай үлкен шешімнен басталады, иә? Мына айтады ғой, күндер өтіп жатыр, уақыт өтіп жатыр, иә? Біз білмейміз қаншалықты бізде өмір бар екен, иә? Бірақ әрбір күн, міне әппақ осындай қағаз. Ертеңгі күнде ақ қағаз. Таңертең тұрдыңыз ба? Аллаға шүкір амансыз ба? Сол күнді қалай бітіресіз? Соңына дейін қандай мына жерде сурет саласыз? Ол тек қана сізге байланысты. Алла тағала айтады ғой, Алла тағаланың бергені болып жатыр деп, бергені болып жатыр, бірақ Алла тағала сана бергеннен кейін біз өзіміз шешеміз. Сіздің дүниеге келген күніңіз бен дүниеден өтетін күніңізді және некелесетін күнді үш-ақ нәрсені белгілейді Алла тағала, иә? Осыны өзгерте алмаймыз енді. Ал басқа нәрсені біз өзіміз жасаймыз. Сондықтан мына жерге қандай әдемі өрнек салғыңыз келеді, қалай өрнектегіңіз келеді, ол сізге байланысты. Әрбір күніңіз тегін өтпесе екен деген тілек білдіргім келеді. Өйткені, міне, бір секунд, мен оны қайтарып әкеле алмаймын, иә, уақыт деген өтіп жатыр. Күндегі ертеңге саламыз, жасағымыз келеді, чаттарда отырмыз барлығымыз, иә, тыңдаймыз лидерлер. Лидерлер тыңдаған кезде жаңа тура сол кезде жүріп тұрып жүгіріп кеткім келеді, көршіге барғым келіп кетеді, есіне түсе бастайды. Бірақ қайтадан соны жасаймын деген кезде бір нәрсе кері тартып тұрады, иә. Бүгін жауын жауып жатыр. Қойшы, жауында сонша су болып, мына тұрған күлпашқа ертең бара салмайын ба? Иә? Таңертең барам. Ертеңінде күн деген шыжып тұр, ыстық, құдай, мына ыстықта терлеп, тепшіп оғын барғанша тағы бара салмаймын. Даже ана ашып WhatsApp-тағы біреумен өзіңіздің танысыңызға айтайын десеңіз бір нәрсе, әйтеу бір ертең, күнді ертең бола береді, иә? Ол өте дұрыс емес нәрсе. Именно сетевойда үлкен нәтижеге жетем, үлкен дәрежеге жетем десеңіздер, ешқашан ештеңені ертеңге қалдырмаңыздар. Делайте, айтады ғой, нельзя откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Думать надо сегодня. Действовать надо сегодня. Идти каждый раз шаг вперед надо делать именно сегодня. Сонымен жаңа мен айтайын дегенім, күндерге қосылып, ай болады. Айлар айларға қосылып, жыл болады. Жылдар жылдарға қосылып, сіздің бүкіл өміріңіз өтеді. 60 жасқа келгенде адам ойланады, құдай-ау мен қай жерге келгем. Шын, иә, мына жалпы мен үнемі осына сетке алғаш келгенімнің несі, өзім сияқты бір қыз осы маған мысал келтірген, 40 жыл адам жұмыс жасайды екен. Раз қой, бәрімізге айтады, нам всем надо обеспечить свою старость, нам всем надо выйти на пенсию, иә? Сондықтан біз не істейміз, ұнаса да, ұнамаса да жұмыс жасаймыз, 40 жыл жұмыс жасаймыз, түбінде неге келеміз? Пенсияға келеміз, бәрімізде мизерная пенсия. Ешкім жаңа 40 жылдың арқасында үй алмайды, жаңағындай путешествиеге бармайды. Тіпті путешествие түгілі мына Қазақстанның да кейбір қалаларын көрмей өтіп кеткен қанша адам бар, иә? Ал енді мына жердің беретін мүмкіндігі керемет. Барлығы да бар. 40 жыл жұмыс жаса деп айтпаймыз, онда елдің бәрі қашып кететін шығар. Тіпті бұрын мен онлайн, офлайн жұмыс жасағанда кезінде жаңағы Сандуғаш апай айтты, бәріміз жүгіріп, каталог таратып, сондай небір кезеңдерде бастан өткен. Солай жұмыс жасаған кезде біз айтамыз, 4 жыл нормально директор болсақ, 4 жылда. Ол миымызға қонымды болатын 4 жыл директор десе, вау, бриллиант десе, вообще қалатын жан жерде 4 жыл ішінде. Как можно за короткий срок прям сондай результат ашуға деп. А қазір 4 жыл дегенде нәрсе жоқ қой, 4 ай, 6 ай не бар. Соған шыдасаңыздар. Болады міндетті түрде. Одан кейін тағы бір айтатын нәрсе, сіз өзіңізді міндетті түрде үлкен лидер ретінде қазірден қабылдаңыз. Директор ретінде қазір кіріп алыңыз рөлге. Бриллиант болсаңыз тіпті керемет. Жылауды қоямыз, жалғыз сеткенді қоямыз. Маған да
жоқ деп айтады, маған да талай айтады. Мен ешкімге барып жыламаймын, анау маған жоқ деп айтты. Мен уақытым кетіп жатыр. Жоқ деді ма, мен үнемі айттым. Өзіне айтты жоқ деп. Сізге айтқан жоқ қой. Тоқтап қал, жасама. Болды жоқ деп айта алмайды ешкім сізге, иә? Ол өзіне айтқан жоғы, оның өзі және психологтардың өздері дәлелдеген екен. Ең алғашқы жоқты адам неосознанно айтады екен. Жаңағы сақтану барысында, бірдеңеден қорғану барысында ол бір сондай бір рефлексивный екен. Адам, мысалға, қалтаңызда ақша бар ма, сіз қазір сразу жоқ жоқ қаласыз ғой, иә? Қазір ақша болмаса жоқ, бере алмаймын дейсіз, иә? Бір жерге барамыз өтсе сразу жоқ, бар, иә деп бір нәрсе дегеннен гөрі бізге оңай жоқ деп айта салған, иә? Сондықтан бір адам жоқ екен деп айтты, ойбай, бітті, мен деген анау да жоқ деді, мынау да жоқ деді, мына бизнесті қалай жасаймын деп көңіл күйлеріңіз түспесін, жасайтын адам табылады, чаттарда көріп отырсыздар, қаншама адам күніге келіп тіркеліп жатыр, иә? Мен не істеуім керек деп сұрақты дұрыс қойыңыздар. Қалай жасағанда мен жетістікке жетемін? Қалай директор болуға болады? Сұрақты дұрыс қойсаңыздар, өзінің жауабы келе бастайды. Чатта не істейсіз, болмаса өзіңіз осы сұрақты спонсорыңызға қойыңызшы. Мен жасай алмаймын, мен қолымнан келмейді десеңіз, мен ешкімге ештеңе көмектесе. Мен сразу айтамын, сіз дұрыс айтасыз, сіз жасай алмайсыз, мен ештеңе істей алмаймын деп. Өйткені адам өзі айтып тұр. Иә? Все, во что вы верите, все, во что вы не верите, вы одинаково правы. Раз, қолымнан келмесе, мен сізге айтамын, Аида, қолыңыздан келеді, дерзайте, у вас получится, потому что вы в это верите, иә? Қолымнан келмейді, әсе мен жасай алмаймын. Конечно, жасай алмайсыз, сіз оған сенбейсіз. Иә? Жаңағы бір анекдот сияқты, притча сияқты айтайын, бірақ енді ол да өмірдің бір жағын қарап отырсаңыздар, шындығы. Жаңағы адамның екі жағында екі періште жүреді ғой, кітап, амал кітаптарын жазып отыратын, иә? Сонда жаңағы бір кісі өзінше енді дұрыс жүруге, алдамауға, ештеңе нетпеуге тырысады. Бірақ өмірінде ешқандай өзгеріс болмайды, ешқандай жетістікке жетпейді. Содан кейін күндердің күнінде жаңағы Алла тағала телефон шалады екен. Жылап, жалғыз еді. Мен осындай да осындай. Вот мен не істеймін? Ештеңе дұрыс болмайды, жолым болмайды, не жұмысым былай дұрыс емес, не өмірім дұрыс емес десе, Алла тағала айтады, давайте мен сіздің звоногыңызды періштелерге қосайын. Потому что сонымен айналысады тікелей періштелер. Сосын жаңағы звонокты аударады. Сөйтсе жаңағы звонокты көтереді, не деп, сосын осылай жаңағы сізге, сіз біледі деді осы сұрақтың жауабын деп айтса, айтады, кім аты жөнін фамилияң деп. Фамилиясы аты жөнін айтады, қазір тұрады, кітапқа келіп. Ашар, сосын ашып қарап айтады. Несі дұрыс емес? Бәрі дұрыс. Жолым болмайды ешқашан, жолым болмайды десе, жолымыз болмайды, жасап жатырмыз. Жұмыс жоқ десе, жұмыс жоқ. Сіз айтып жатқанның бәрін жасап жатырмыз. Көрдіңіз ба? Адам қалай айтады, солай жасайды. Мүмкін, енді мына қазақта бір сөз бар ғой, жақсы сөз жарым ырыс дейді. Қашанда жақсы сөйлесек, жақсы нәрсе айтсақ, жақсы нәрсе ойласақ, міндетті түрде біз жетістікке жетеміз. Мына жерімізге жақсы нәрсені енгізбейінше, жақсы нәрсеге сенбейінше, сіз ешқандай да жетістікке жетпейсіз. Сондықтан ең әуелі ойымызды өзгертсек. Жақсы нәрсеге сенсек, менің де қолымнан келеді, мен де жасай аламын деп, армандап барып, оны мақсатқа айналдыра біліп, сол мақсатымызға адал түрде еңбек етсек. Ана жаққа бір қарап, ана жаққа бір қарап. Ақжол дейді ғой, 30 мыңға келсе, ақылда сайын 8 мың алып тұрады екен. Ақжолдан келді, между прочим, менің мықты бір лидерім келді. Осы енді Ақжолда барып бір керемет биік шыңға жететіндей болып кеткен еді, ол кісі қайтадан қайтып келді. Мен сізге айтамын, ондай нәрселер өте көп. Енді мен айтпаймын, мысалы, сен қайтсең, Ақжолда жұмыс жасама, или болмаса тағы да неше түрлі компаниялар өте көп қой деп айта алмаймын. Бірақ мен сіздерге бір нәрсе айтқым келеді. Адамда четкость деген нәрсе болады. Концентрация, внимание болады, иә? Бұрын баяғыда біздің өмір спонсор айтатын. Екі ғашықтар бірдей одновременно сен отыра алмайсың, сен бұлғайсың дейді. Рас нәрсе енді, былай қарасаңыздар. Сол адамның концентрациясы бір-ақ жерге өте мықты қадалған кезде, сіз сол жерден жетістікке жетесіз. Бұрынғы заманда да ондай болған, мен кезінде де жаңағы немен айналысып жүргенде, офлайн кездесулерде адамдар келеді ғой. Соны танысады, айтады, содан кейін 2-3 компанияда жұмыс жасап жүрген адамдар болады ғой. Қазір де бар ондай. Мүмкін арамызда да бар шығар, иә? Қол көтеріңіздер деп айтпай-ақ қойайын. Көтермей-ақ қойыңыздар. Осыдан кейін мүмкін
мүмкін шешім қабылдайсыздар. Жаңағы мысалға айтып келіп жатады, міне мен Oriflame компаниясынан қарашы, қандай керемет каталог деп бересіз, сосын ана кісі айтады, ой қош Oriflame емес, бір Faberlic болса дұрыс еді маған. Тұра тұр, қазір мен саған мына жаңа Faberlic шығарамын, екінші каталогты шығарады. Сөйтіп мысалға Avon-да бірге жүреді, мен сіздерге айтайын, ешбір мен әлі күнге дейін бірде-бір топ лидерді көрген жоқпын, мықты адамды көрген жоқпын, бірнеше компанияның басында ұстап мықты жетістікке жеткен адамды көрген жоқпын. Көрсеңіз маған айтыңыз, барып танысайық, қалай жасап жатқанын білейік. Өйткені жаңа айтады ғой, тамшы тас теседі дейді. Рас қой, иә? Тамшы тас теседі, өте қатты. Енді қараңыз, тамшыны мықтылығымен тесе ма тасты? Жоқ, постоянство, жүйелілігімен теседі, иә? Бір жерді ұра бергеннен ол теседі. Сондықтан бұл бизнесте де солай. Жетістігіне жетем, шыңына жетем десеңіз, концентрация бір-ақ жерде болу керек. Сіз мысалға сізге міне адам келіп тұр, потенциальный партнеріңіз келіп тұр. Сіз айта алмайсыз ғой, сіз қайсысын таңдайсыз? Менде анау да бар, мынау да бар. Нужно серьезно, иә? Сіздің артыңыздан мықты лидер келсін, мықты адам келсін, осы жерде үлкен жетістікке жетін, менің болашақ бриллиантым болсын десеңіз, сіз өзіңіз сондай болуыңыз керек. Мысалға маған бір адам өйтіп тұрса, мен өз басым ондай адам артынан бармаймын. Өз адам өзі білмейді. Ана барама, мұнда барама, не айтып тұрған белгісіз, иә? Сондықтан міндетті түрде концентрация осы жерде болсын. Егер де басқа компанияның басын ұстап, мен сол жерде маған жұмыс істеуге комфортно десеңіздер, сол жаққа барып істеңіздер. Егер арамызда сондай адам отырса, мен айтпаймын, ойбай, биоси күшті, давайте бәріміз осы жерде деп. Мен өзім білемін, биосидің күшті екенін, иә? Көзім жетіп жатыр, жасап жатырмын. Бірақ айтайын деген жаңағы четкость, концентрация сіздерде бір-ақ жерде болса екен деген тілек, иә? Сол енді вроде енді айтатын нәрсемді айтып болған сияқтымын. Барлықтарыңызға іске сәт. Жетістіктеріңді айтшы. Не алдың, қайда бардың? Енді бір нәрсе айтайын, жаңағы қанша айда көтерілдіңіз, қалай жүрдіңіз айтыңыз? 6 айдың ішінде, 6 ай болды, енді 6 айда осындай үлкен результат, открытый звание бриллиантпын, директор статусын жаптым. Қазіргі таңда енді 30-ға жуық директорым бар. Жалпы адам қатты жұмыс жасаған кезде негізі бір нәрселерді білмей қалады екенсің. Мен өзім ана февральдың басында неге бардым ғой? Жаңағы круизға бардым ғой, лайнермен Сингапурға, Таиланд елдерде бардым. Сол кезде бірден мен топ лидер екенмін. Шыны керек. Ана жерден көремін енді анда-санда жаңағы бас жағында топ лидер деп тұрады. Енді сол 20-ның где-то 13-іне ма сондайына бардым. Сөйтсем уже топ лидер екенмін, үшінші айда топ лидер болыппын, оны білмеймін. Жаңағы неге круизға барғанда ғана жетті, что мен расында да топ лидер екенмін, алғашқы 26-ның ішіне кіреді екенмін деп. Енді 6 айдың ішінде жеткен жетістігім мен сол компанияның атынан тегін саяхатқа бардым. Жаңағы Москваны ең алғаш көрдім. Мен үшін Москваның өзі бір керемет үлкен бір не ғой. Иә, оның өзі бір үлкен ғанибет нәрсе сияқты. Тіпті Шымкентті осы биосидің арқасында керемет тамаша қала екен, адамдар да өте тамаша екен, бәрі жақсы ұнады. Бір кішкене ғана барып отырып қайтқанның өзінде үлкен сондай бір жылылық сезілді. Келе жатып Таразда болдым, мен Таразда болмадым деп айтпай-ақ қояйын, өзім Тараздың келінімін. Ол жерде де сондай керемет бір кездесу болды, үлкен апалар келді, кездесуіме 5-6 апа келді, арасында 70-ге жақындаған адамдар баршы. Алғаш апаларды көргенде шошып кеттім мен. Бірінен кейін бірі жаңағы не сияқты келіп отырып, сосын бір енді біртүрлі нетесің ғой. Үлкен апалар ойладым енді, наверное, совсем ештеңеден хабар жоқ апалар, бір апа, наверное, қайтсем жүр деп алып келген шығар деп ойлап тұрмын да. Содан барынша айтып жатырмын, енді ана апаларға жағуға тырысам, апалармен жаңағы апаша сөйлесіп қоямын енді өзімше. Сөйтсем бір уақытта бір апа тұрды да айтады, қызым енді рұқсат болса бір кішкене ертерек жүрейік, мына жиынның аяғына дейін отыра алмаймыз, өйткені бізді жаңа шақырған жеріміз бар деген. Тараз өзі тойшыл жер, сонда не ғой, үлкен адамдардың тем более баратын жер өте көп. Сосын мен жарайды енді деп сөйтіп, енді жақсы түсіндіңіздер ма, енді қандай сұрақтарыңыз бар екен деген сияқты айтып жатсам, бір апа айтады маған, ой айналайын біз деген сөйтті, бәрін білеміз дейді. Жаңа жұрт білмейді екен деп жаным барынша салып айтып жатыр, сөйтсем ойлап қоймай, апа әңгіменің басында сөйтіп бастамадыңыз ба деп. Сөйтсем жаңағы өте көз ашық апалар екен, кәдімгідей 70-ге толған апалар, мен өте қатты таңғалып, міне ғазиза болды, жанымда көріп. Сетте жүрген адамдарымыз ғой. Сөйте байды, иә, сетте жүрген адамдарымыз ғой.
Сонымен төртеуі кетіп қалғаннан кейін жаңа шақырған апа айтады ғой, бұлар өте мықты дейді. Мына төртеуі өзі дейді, топ дейді. Бұлар кірсе дейді, ұнаса группалай көреді дейді. Ойында айттым, апа деп сізге аманат енді, осы группаңызды кіргізіңіз енді деп. Жақсы деп жатыр енді, ана апа да, сіздердің апаларыңыз. Қызы да, ой енді, прям өте активный апа екен, ол кісі жақсы үлкен. Иә, үлкен қызымен келді, енді деген айтады ғой мына. Керемет, осындай бір нәрсе іздеп жүрдім дейді, жаңа қыз айтады, қызының өзі 40-тардың үстінде екен, қатты бір нәрсені іздеп жүрдім дейді. Сосын кейін осы Биясиді айтты дейді. Өзі бүйтіп іздеген сұрағам дейді, Алладан сұрағам дейді. Неужели бір жаңадан келген бір компания жоқ, ішінде бір ыдыс жуатын деп сұрағам дейді. Сонымен осы Биясиді көріп, ананы енді іздеп жүргеннен кейін мына жақтан айтқаннан ана әйел қатты қуанған ғой. Жүгіріп барып жаңа мамасына айтыпты. Мама, болды, мына жақта мен таптым, Бияси деген ішінде ыдыста жуады, кірде жуасы десе. Мамасы айтады, ойбай қызым, сенің көзің оттай жанып тұр, тіркемені тіркеді. Сен өйді тіркетіпсің деп айтты. Сонымен дейді, мамамды бірінші тіркем дейді, енді мамасы екеуі екі жақтап жұмыстанып жатыр. Қандай жақсы бизнес деймде, мүлдем танымайтын адамдардың осындай бір жақсы бір неде батасы беріп сондай бір үлкен керемет жаңа көңіл күйде қайттық. Енді ары қарай біз мына жақтан мына жаққа түсіп кетіп жатырмыз қайта-қайта. Алла қаласа келесі айда өзімнің алғашқы көлігімді аламын. Компанияның мынандай бір не бар енді, қазір мен кішкене вперед жүріп бір айта кетейін. Кейбір адамдар айтып жатады екен, Биясидің беретін машиналар бәрін жаңағы маркалары төмен екен деп айтады дейді. Төмен болуы мүмкін, жасырмай, мен сразу айтпаймын, Toyota Camry 70-каны аласыз, Jeep или там Геленвагенді мініп кетесіз деп иә. Бірақ компанияның бір керемет жақсы жері сізге бұл мүмкіндікті мына вице-директор статустан береді. Онда ешбір компания жоқ, вице-директор статуста сізге автокөлік береді. Және оны тегін беріп тұр ғой. Неге сол адамдардың іші ашып жаңағыдай айтады екен, мен түсінбеймін. Одан кейін тағы бір айтатын нәрсе, бесплатно. Бесплатно. Нет, конечно, бесплатно. Кредит сіздің атыңыздан төлейді. Кредитка оформляется, но кредитті компания төлейді. Одан кейінгі бір жақсы тұсы, бір ғана машина емес, бірнеше машина аласыздар. Жаңағы званияңыз өскен сайын, пожалуйста, маркасын жоғарлата бересіз. Қандай жақсы, беріп тұрса неге алмасқа? Тегін келіп тұрған дүние. Қойсақ бола ма? Бір сұрақ қойсақ бола ма? Біз мысалы 18.000 теңгемен ғана бұндай жетістікке жетпейміз ғой. Сонда қалай ары қарай қозғалып, тек қана 18.000-ға алып отырсақ табады артымызда адам келіп. Онда жетпейміз ғой, соны айтып. Сіз уже маған сұрақ қойып отырып, өзіңіз маған жауап беріп қойдыңыз. Сіз айттыңыз, 18.000 теңгемен бастай отырып, артынан адам жинай отырып. Сіз жауап бердіңіз. Компания не дейді? Жаңағы үлкен статустардың бәрінде мен саған тиесілі нәрсені берем дейді. Сен мықты ұйымдастырушы бол дейді. Үлкен товарооборот айналдырып берсеңіз болды, сіздің артыңыздан сол адамдар тараса болды. Кездесуде біздің жаңағы аймақтық менеджеріміз Дмитрий Пронин айтты ғой, 5 жыл бұрын Россияға келген бұл бизнес, иә? Қазір сол Россиядан біз тарап отырмыз. Барлығымыз сол ең түбінде Россиядан тарап отырған адамдарымыз, иә? Соның басында келген адамдар қазір үлкен, бәленбай миллиондаған айлық алады екен Қазақстанның арқасында. Ол дегеніңіз не деген сөз? Ол кезінде фундаменті жақсы қалады. Мықты жаңағы лидерлерді өсірді. Соның арқасында бізде компанияда тек қана бірінші ширинаға директорларды өсіру емес, жаңағы артыңыздан бірнеше директорлар кетеді, мысалы 3-ші, 4-ші, 5-ші төмен қарай түскен сайын әрбір директордан сізге өзі белгілі бір түрде айлық жүреді. Бұл жерде айлықтың өзі бірнеше түрлері бар. Сондықтан тек топтық жұмыс қой. Мен үнемі айтамын, бас жуатын, тіс жуатын, ыдыс жуатын, кір жуатын адамдардың қатарын көбейтіп қойыңыз, болды. Сіздің көршіңіз де оны істеп отыр, туған туыста оны істеп отыр, иә? Просто қайтпай осы нәрсені түсіндірсеңіз болды. Ал енді қалай істеу керек, не істеу керек, сіздердің алдарыңызда тұрған спонсорлар бар, барлығы айтады, чаттарда барлығы бар. Тек қана жаңағы салтанат айтқанда дублицировать етіп, копировать етіп, спонсорды қайталау, айтқанын тыңдау. Міндетті түрде спонсорды тыңдауымыз керек. Сол енді Алла қаласа күз айында Кипрға барамыз, компанияның атынан келесі тегін саяхат. 27
18 апрельде осы Сирил Лангвемен кездесуге барамыз. Неге кездесуге Москваға. 2020 жыл Доминикана бар. Доминиканаға барлықтарыңыз баруға мүмкіндіктеріңіз бар. Бриллиантовый вояж. Одан кейін керемет жаңалықтың бірі французский вояж деп бізге жақында бір жақсы бір сондай мүмкіндік берді компания. Осы біздің компаниямыздың отанын өз көзімізбен барып, заводтарды өз көзімізбен көріп қайтуға мүмкіндік. Ол барлықтарыңызға нәрсе тек қана вице-директор барлықтарыңызға рахмет, назарларыңызға іске сәт, тек қана жасайық, күнделікті іс-әрекет жасайық, міндетті түрде жетеміз. Сертификат свой. Тебе вручать что? Вон сказали. Сертификат уже позже, после выступления. Осылар жарылып. Таңдауыш дегенде үлгермей қалдым мен. Иә. Әсемге үлгердім. Ой, қалайсыңдар Домохозяйка. Я дома сидела 6 лет. Мен 25 километрден өлгендерің жетті. Бірақ бар осы жерге бір сұраққа нәрсені айта салайыншы мен сіздерге. Иә. Кезінде Арифлеймге келіп директор болған кезде бөліп дейді ғой. Қазаққа адам ештеңе жақпайды, әйтеуір сылтау тапқанда былай дейді. Конечно, саған повезло. Сенде основной жұмыс жоқ, сен үйде бос отырған адамсың дейді, а жұмыс істеп жатсаң айтады. Конечно, саған повезло, сен ана жұмыста отырсың, қанша адам бар, мен үйде отырмын дейші. Екі жағдайда да сіз жетістікке жетесіз. Мен кезінде өнер академиясында сабақ беріп жүріп студенттерге, Арифлеймде директор болғам, совмещать етіп, сағат кешкі 6-ға дейін жұмыс жасап жүріп, әйтеуір бір нәрсе ыңғайын тапқам, қалауын тапсаң қаржанады, міндетті түрде жасауға болады. Қазір мына бәседе үйде отырып жасаймын, ешқайда да шықпаймын. 5 балам бар, ешқайда сатпаймын. Маған сататын шығар, сата алмаймын, мен қайда сатамын? Ана жолы Сингапурға барсам, бүйтіп айтады дейді, ой, бір кісілер сенбей. Нағыз дейді, қалай ол не бар, 4 ағайда ма барды ғой Сингапурға? Жаңағы бұл мүмкін емес. Никакой компания ондай мүмкіндікті бермейді. Келесі 4 айдың ішінде олар Сингапурға ешкімде жібермейді. Значит, мынау барғанда үйін салып, кредитке дей ма? Заложить етіп дейді. Барып келген ғой дейді. Мен айтамын, ойба, мен өзім ана үйді әрең алған адамыншы. Раз времянкада енді сондай бір қиын жағдайда күйеуіміз екеуміз қиындап жүріп жеткен үйіміз болды. Мен ол жынды емеспін ғой, 5 балам болашағын жасап жатқан үйімізді салып жіберіп Сингапурға баруға. Сондықтан компания береді, сеніңіздер, жасаңыздар. Қандыға сүйен қайсы? Енді қараңыздар, 5 баласы бар ана үйде отырған. Жұмысты істеп жатыр, ақшаны алып жатыр, путешествиеге барды, машине алады. Бұл дегеніңіз не? Бұл признание, дұрыс па? Еще мынандай сахнада үлкен признание аласыздар. Әр әйелдің арманы деп ойлаймын. Өйткені өмір бақи жаңағы ешқандай признание көрмей кеткендер де бар, мұндайлар көп, дұрыс па? Тек қана біздің сетевой бизнесте біз признание жасаймыз. Жетіңіздер мынандай статустарға. Даже 3 паундтан бастап біз сіздерді марапаттаймыз. Тек қана алға жылжу. Болды, оңай ғана. Әсемжан, сені шын жүректен бриллиант статусты ашқанымен шын жүректен құттықтаймын. Әсемнің қолынан келді, 5 баламен отырып үйде. Әсем ыдыс жумайды емес, жуады, дұрыс па? Кір жумайды емес, жуады. Балаға қарамайды емес, қарайды. Өйткені ол ана, ол сүйікті жар. Олай болса, бұның қолынан келсе, сіздің қолыңыздан келе ме? Қалай білесіз? Келе. Жаныма шейін. Құтты болсын. Міне бриллиант статусы ашылған. Командада осындай бриллианттың барын өте бар. Ал енді ағайымыздар, уақытымыз шектеулі 8 болыпты. Мен көпшілік қойдым ғой. Қыздарды шақырайық. Жайлаева Мақпал,
таныстарға қайырайын. Қайырлы кеш барлықтарыңызға. Қош келдіңіздер дей отырып, ең алдымен өзімді таныстыра кетейін. Менің есімім Мақпал, Алматы қаласынан боламын. Негізі аңғарым Қожақта туылып өскенмін. Қазір күйеуіміз екеуміз сосын Алматыда квартирада тұрамыз. 2 ұлым, 2 қызым бар. Үйде отырмыз. Негізі мейірбикесі. Әрине үкіметте жұмыс жасадым. Айлығым 40 мың теңге болды. Енді декретке шықтым. Сол декретке шыққан кезден бастап осы сетевой бизнеспен айналыса бастадым. Үйде отырып, өзім сондай бір жыбырлақпын, үйде отыра алмаймын. Ең бірінші ебіннен бастадым. Ебінді 2007 жылы. Ол кезде енді ебінді жұмыс жасаған кезде мен ақша табама осы жерде бір ешқандай не келмепті ойыма. Мысл дейміз ғой енді. Ақша жайын ойламағам, тек товар сатам, содан пайда алам болған. Әр товардан 200 теңге пайда. Солай 10 жыл өтті. Енді қарап отырсаңыздар 10 жыл деген кәдімгі уақыт, иә. Сол аралықта мен 2 ұлым болды, 2 қызым болды. Одан кейін өздеріңіз білесіздер 2018 жылы Инстаграм, мені өзі кірмейтін Инстаграм, не екенін білмейтін. Сестренкам ашып берген болады Инстаграм, Мақпал кір, әйтеуір бір күн кіріп қарасам, жұмыс, үйде отырып жұмыс, яғни табыс табу. Ол қандай жұмыс, не жұмыс, қалай үйде отырып табыс табады. Менде бір түк түсінбейтін бір не болған енді. Сразу кез келген біреуге жаздым. Кез келген адамға жаздым, кім бар солда. Комментарийдан оқып, сөйтсем, Rich Life жобасы екен, яғни маған солай нетті да, таныстырды. Rich Life компаниясы. Арифлейм компаниясымен серіктес. Бұл қалай сонда, ана бөлек компания, ана бөлек компания. Жоқ, бұл проект. Енді жасырып отыр ғой ол, Арифлейм екенші. Содан менде болыпты, қақыр ебіннан 50-60 мыңға әр 21 күн сайын хабар абырып аламын. Одан да мияқа салайын, Арифлейм компаниясы кеттім салайын. Арифлейм компаниясында бір жылдай уақытым өтті. Директор болдым, Хорватияға бір путевка алдым, күйеуімді жібердім Хорватияға. Шетелге барғанша оның көзі банкі, шаққа отырғанша сенген жоқ шынымен. Солай Мақпал мені шетелге жібергелі жатыр. Мен как раз сол кезде кішкенем үйленіп қалды енді. Той жасау керек, сестренкамды ұзаттық. Енді өзім болмасам үйден үлкені болған соң, енді әке орнына әке болып отырған мен десем де болады. Себебі барлық мамам да, бауырларым да маған қарап отыр. Бәрі маған қарап отыр. Сондықтан той жасап беруіме тура келді. Арифлеймді жинап, інім үйленбедік. Той жасадық. Сол моментте күйеуім саяхатқа барып кетті. Қайтып келді. Уже жаз айлары Арифлейм компаниясына күніне 20 адаммен сөйлесем, ешкім келмейді. Ой, бәрі, ой дейді болды. Бәріміз тіркеліп алған. Енді шыны керек Арифлейм компаниясына бәрі жауап кетті. Себебі 20 жыл болды нарықта жүргенде. Бесіктегі жатқан балаға дейді Арифлейм компаниясына, адам әкелу өте қиын. Сондықтан жаңа нәрсе бастау керек болды, жаңа компания іздестіре бастадым. Арифлейм компаниясына отырып, сол осы BSC компаниясы көп естейтін себебі өзімнің директорларым бірінші веткамдан келді. Біз Арифлеймде былай ғой, бәрі жауып бір веткаға кетті. Сонда бірінші веткамдан мені 103 теңге. Оның жан жаққа шақырады. Ешқайсына ақырып жоқ. Сол кезде көпшілігі BSC деген компанияға келіп жатты. Менің де ойымда болды. BSC-ді іздестіре бастадым. Бірінші кенжені көрдім, историясын оқып. Одан кейін YouTube-ға білмеймін, случайно бір видео көру керек болды, YouTube-ға кіріп қалсам. Қарапайым Сандуғаш апай отыр. Жұпар апай екеуі. BSC компаниясы енді келе жатыр, келіңіздер шарықтыралады. Білмеймін, біздің қатты сондай тәрді. Енді өзім қарапайым болғандықтан, Сандуғаш апайдың өзім әкем ретінде. Мен айтқан жоқпын, Арифлеймнен келдім, мен жасадым, мен бүттім деп еш нәрсе айтқан жоқпын, келдім, Сандуғаш апайды құттықтап кіргізді группаға. Бәрі қош келдім деп, Рауананы көріп қалдым. Соны аудиозаписынан
біліп қойып Сандуғаш апай сұрайды Мақпал. Сен осы жүргіздің бе компанияны? Сандуғаш апай ешкімге Білмеймін. мен Арифлеймін деді. Білмеймін, мен өзім жаңа сөйлеп Ана болдым. жерде танитын адамдар бар екен дейді. Өзім директорларым Жаңа бар. ғана сөйлеп Тура сол болдым. группада 2 директор. Бірақ қазір олар жоқ. Бәрі шықты. Мына бір қолыңыз істеп тұрасыз. Содан август айында, август айында емес, соның алдында, июнь айында соңғы 29 ма 28 ма тіркеп сол кезде заказ жасадым. 3%-ке шықтым, ой, әйтеуір шу елдің бәрі, білмеймін, маған еш жоқ, уақытта жоқ шүкірдің. Бюро жабылып жатыр. Әйтеуір бюро жабылып жатыр. Сөйтіп естідім, мен бақтамын деген кісіге заказын беріп үлгердім. Сонымен жабылып қалды айымыз, келесі ай басталғанбыз. Ақырында мен Арифлейм емес, енді келген адамдарыма EAC компаниясын түсіндірдім. Қуана түсіндірдім мен. Себебі EAC компаниясында маркетинг план өте жеңіл, қарап отырсаңыз, өте жеңіл. Арифлейм компаниясымен салыстырмай қояйын. Араларыңызда Арифлейм компаниясына істеп жүрген бар ма? Істеп келген иә. Иә, бір жыл отырып, болсын 15% отырған. Бір жыл отырып. Келді, бір айда директор сатысына шықты, 2 айда золото. Золотой директор қазір. 2 айда. Өте қиын енді бұл жерде ЛТО, ең ұнағаны ЛТО. ЛТО өте төмен бізде, 20 мың теңге деген былай сатылып жатыр. Кол аламыз, шепси аламыз, керек емес заттардың бәрін алып жіберіп жатырмыз, иә. Бірақ біз есептемейміз да, не жоқ. ЛТО жаса деген кезде көпшілік қауымның айтатыны ақшам жоқ. Кіріп алған ақшам жоқ. Мақпал, айдың аяғында жазсам бола ма? Ақшам жоқ еді. Айдың аяғында жазсам Мақпал, ақшам жоқ. Әрине сен жоқ деген сайын жоқ болады. Сондықтан жоқ деген сөзді еш уақытта айтпаңыздар. Мен келдім, Арифлейм компаниясына келген кезде менде бір тиын жоқ болатын, яғни барлық жиған тергенімді інімнің тойына жұмсадым. Өзімде бір тиын жоқ болды, 4 балаға үкіметтің беретіні 16 мың теңге. 10 мың теңге. Алдыңғы айда көп көрініп, онда бермеді, мысалға. Осы айда 4 балалы анаға, негізі 10 мың береді ғой, 18 жасқа дейін. Оны көрген жоқ, 10 мың теңге үшінші. Енді компаниясына келгенде, сол күйеуіне 7 мың теңге сұрап алдым да, ең алғашқы 110 балым 17 теңге. Әрине жоқ деген жоқпын, істеймін деген арман болды, жетемін деген менде нақты бір мақсат болды. Сол мақсатыма жету, балаларымды ең маңыздысы мотиваторлар дейміз ғой. Менің мотиваторларым ол менің балаларым. Балаларым елмен бірге ойнап, күліп, не кисе де, не жесе де, ешқандай қиналмай өссе деген бір арманым. Балаларым үшін бәрін істеуге дайын. Негізі айтқан жоқпын жаңағы Арифлейм компаниясының алдынан Қытайда киім әкеліп те саттым, саудагер болдым. Негізі мамандығым мынандай не болмағандықтан менде саудаға көп жоқ екенмін да. Мейірбике болмасам ба, тек үйде жаңағы интернет арқылы сатып отырмыз. Соның арқасында бір жер алып қалдық қазір. Енді қазір EAC-де соған шүкір деп отырмын. Солай ең алғашқы айлығымыз қанша? Қазір айлығымды айтайын сосын. Негізі статусым платин статусы, бұл Орегонға мен 5 айда жеттім. Август айында тіркеле сап 12%-ке шықтым. Ол кезде ең алғашқы айлығым 7 мың теңге. Одан кейін сентябрь айында директор, яғни вице-директор статусына шықтым. Ол кездегі айлығым 86 мың теңге. Енді ең үлкен қолма-қол алған айлығым сол 86 мың теңге болды. Одан кейін уже 2 ай өтіп золотой директор статусын аштым. Ол кезде 225 қателеспесем айлығым. Декабрьде платин директор статусын аштым. Ол кезде айлығым менікі уже более-менее 400 мыңдай түсті. Платин статусын ашар кезде мен ауылға кетіп қалған болатын. Ауыл бізде
бізде Нарынқол жақ болғандықтан ешқандай сет ұстамайды, бірақ та ауылда болдым. Тағы інім бар еді, келін түсірдік, сонымен әуре болып жүріп қалдық. Соны келсем, Әсембайға хабарласады маған. Мақпал,